Сәлем достар. Бүгін біз көп адам біле бермейтін, бірақ денсаулыққа өте қауіпті әдет, кесек жеу туралы сөйлесеміз. Кейбір адамдар әдеттен немесе ағзадағы жетіспеушіліктерден топырақ, балшық немесе кәдімгі кесекті жейді. Бұл құбылыс медицинада пика деп аталады. Ал оның зияны өте үлкен. Бірінші бөлім. Біріншісі, ағзаға түсетін уытты заттар. Кесектің құрамында ауыр металдар, паразиттердің жұмыртқалары және адам ағзасына қауіпті бактериялар болуы мүмкін. Олар асқазанға түскен соң қанға тарап әртүрлі ауру тудырады. Екіншісі, асқазан ішек аурулары. Кесек асқазанында ери қоймайды, нәтижесінде іш қату, асқазан жарасы, ішек бітелуі сияқты қауіпті жағдайларға алып келеді. Кейде тіпті ота жасауға дейін жеткізеді. Үшіншісі, паразиттер мен инфекциялар. Жердің ішінде құрттардың, микробтардың түрлі түрі бар. Оларды бірге жұтып қою ағзада паразиттердің көбеюіне әкеледі. Бұл иммунитетті әлсіретіп түрлі жұқпалы ауруларға жол ашады. Төртіншісі, қан аздық, анемия және дәрумен жетіспеушілігі. Ғалымдардың айтуынша, кесек жеу көбіне ағзада темірдің, мырыштың немесе басқа минералдардың жетіспеуінен болады. Бірақ кесек жеген адам ол жетіспеушілікті толықтырмайды, керісінше жағдайын одан әрі нашарлатады. Бесіншісі, балаларға әсері. Кесек жеу көбіне балаларды кездестіреді. Бұл олардың өсуіне, ми дамуына кері әсер етеді. Баланың түсі, сүйегі әлсіреп, иммунитеті төмендейді. Қорытынды. Кесек жеу жай әдет емес. Ол қауіпті аурудың белгісі болуы мүмкін. Егер сіздің немесе жақындарыңыздың осындай әдеті болса, міндетті түрде дәрігерге қаралып тексерілу керек. Себебі денсаулық ең басты байлық. Егер осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.